Таңертең үйден шыққан жігіт кенеттен құстардың бәрі теңіз жақтан ұшып келе жатқанын байқады. Кейін үйдегі судың қысымы да еш себепсіз біртүрлі өзгеріп кеткен еді. Айналасының бәрі дірілдей бастағанын сезген ол бірден қауіпті аңғарды. Келесі сәтте қорқынышты көрініс орын алады. Бірнеше минуттан кейін бүкіл қаланы топан су басып, нағыз хаосқа айналды. Жағдайдың барған сайын қауіпті болып бара жатқанын көрген жігіт су бетіне шықты. Айналаны жақсырақ көру үшін ол биігірек жерге өрмелеп шығады. Басқа тірі қалған адамдарды байқаған соң, бірден қолын созып, оларды да жоғарыға көтеріп көмектесті. Дәл сол сәтте жігіт сәл әріректе су бетінде жоғары төмен қалқып жүрген қуыршақты байқап қалады. Мұны көрген ол судың астында бір нәрсе жасырынып жүргенін бірден түсінді. Сондықтан кез арада басқаларға ескерту жасайды. Бірақ келесі сәтте судан шығып үлгермеген бір адам бәрібір қайғылы жағдайға тап болады. Сол кезде ғана бәрі судың астында жыртқыш акула жүргенін анық көрді. Кенеттен пайда болған қауіп адамдарды қайтадан үрейде салады. Бұдан да қорқыныштысы, айналасындағы су деңгейі тоқтаусыз көтеріліп келе жатты. Барлығы үмітін үзе бастаған сәтте жігіт жоғарыда желдеткішке арналған ауа өтетін құбыр бар екенін байқап қалады. Алайда ешкім күтпеген жағдай болды. Олар ақыры сол жерден сыртқа шыққанда көз алдарында бұдан да сұмдық көрініс ашылды. Киноның аты «Цунами 3-ті».